Ассаляму алейкум рахматулла баракату. Баршаңызға Алланың мейірімі мен рахметі болсын. Қадірменді көрермендерім, оқырмандарым. Аллах тағаладан үнемі дұға етіп, кішкентай будахандарыңызға, нәрестелерге, балапандарыңызға, қай жаста болса да, үнемі Аллах тағаланың қасиетті Құран-ы Кәрім кітабымен дем салдырып суға ішіп жүру керек. Аллах тағала әрқашанда балапандарымызды қауіп қатерлерден, жамандық ауру сырқаудан, көз тілден Аллах тағала үнемі сақтайды екен. Балапандар әр жасқа толған сайын Аллахтың разылығы үшін жаңағы садақа беріп отыруымыз керек. Ол өте абзалырақ, жақсырақ болады. Тек қана балалар ғана емес, үлкен ересек кісілерге де дем салып, Құран-ы Кәрімдегі жаңағы дем салған суды ішіп жүру керек, және Аллах тағала азғыруштан, қауіп қатерден үнемі сақтайтын болады. Осыны әрқашанда естеріңізден шығармаңыздар. Аллах тағала әрдайым өзі жар болсын, қолдап қорғасын, жамандық атауынан өзі сақтап жүрсін деп дұға етейік. Жақсы, аман болыңыздар. Келесі видеомда кездескенше қолдап кеткендеріңізге рахмет.